Баршаңызға сәлем оқушылар. Мектеп баспасы бойынша 6 сыныптың қазақ тілі пәнінен 6 бөлімнің 3 тақырыбы жалпылау есімдігі, өздік есімдігі, сілтеу есімдігіне арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Жалпылау есімдігі, өздік есімдігі, сілтеу есімдігіне кішкене түсіндіріп кетейін. Жалпылау есімдігі дегеніміз күллі, барша, барлық деген сөздер арқылы жасалады. Мысалға, оқушылардың барлығы, мұғалімнің барлығы, күллі дүние, барша жұрт деген сөздердің барлығы жалпылау есімдігіне жатады. Өздік есімдігінің бір ерекшелігі өз деген түбірі өз деген сөзден басталады. Оны бірден табу оңай. Сілтеу есімдігі белгілі бір нәрсені, адамды немесе затты, құбылысты қолмен сілтеп мағынасында қолданылады. Мысалға, ол, сол, анау, мынау деген сияқты оның барлығы сілтеу есімдігіне жатады. Бірінші тапсырма: суреттерге қарап тыңдалым мәтіннің тақырыбын болжаңдар. Енді суретке қарасақ, Арал теңізінің қасіреті деп мәтіннің тақырыбын болжап қойсақ болады. Екінші тапсырма: А нұсқасы: мәтін мазмұнына ең жақын келетін жауапты тауып, ойларыңды дәлелдеңдер. Теңіздің тартылу себептерінің бірі ауаның ластанып бұзылуы, Македонский заманда жойқын атанған өзен Қарақұм. Мәтіндегі негізгі ой теңіздің өткенінен бүгінін салыстыру деп кестені толтыратын боламыз. Үшінші тапсырма: пікірге қатысты ойларыңда берілген сызбаға, яғни балық қаңқасына сәйкес баяндаңдар. Бірінші бізде мәселе Аралдың тағдыры. Арал теңізінің тартылуы экологиялық апат. Бұл мәселе аймақтың экожүйесіне, халықтың тұрмыс жағдайына және экономикалық дамуына үлкен әсер етеді. Себептері: Амудария мен Сырдария өзендерінің суын ауыл шаруашылығына шамадан тыс қолдану, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық қалдықтардың суға түсуі. Дәлелдер: жергілікті халықтың денсаулығы нашарлап, көші-қон үдерісі артуда. Қорытынды: егер осы мәселе шешімін таппаса, болашақта Арал теңізі мүлдем жойылып, экологиялық апат ауқымды деңгейге жетуі мүмкін. Сондықтан суды тиімді пайдалану, орман алқаптарын кеңейту, үкіметаралық келісімдер жасау сияқты шараларды қолға алу қажет деп сызбаны толтыратын боламыз. Төртінші тапсырма: өлеңді оқып, қарамен жазылған сөздерге мән беріңдер, не байқадыңдар дейді. Біздің өлең жолдарымызда қарамен жазылған сөздерге мына, бұл, осы деген сілтеу есімдігінің жасалатын сөздер көрсетілген. Мынау, бұл, осы деген сілтеу есімдігіне жатады. Яғни біздің тақырыбымыздың өзі бүгін сілтеу есімдігіне арналған болатын. Бесінші тапсырма: кестеде берілген есімдіктерді түрлендіріп жазыңдар. Түрлендіріп жаз дегеніміз, яғни көптік жалғауын, септік жалғауын жалғайтын боламыз. Оның ішінде сол, осы, ол деген есімдіктер берілген. Бұл есімдіктерге көптік жалғауын жалғайтын болсақ, солар, олар, осылар деп айтылатын болады. Енді септейтін болсақ, сол деген сілтеу есімдігін септейік. Атау септігі сол, ілік септігі соның, барыс септігі соған, табыс септігі соны, жатыс септігі сонда, шығыс септігі содан, көмектес септігі сонымен. Қарап тұрсаңыздар, атау септігінен басқа ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде жалғауларын жалғаған кезде өзгеріске ұшырады. Оның барлығы септіктің жалғауларының сұрағына байланысты, жалғауды дұрыс жалғанғанымызға байланысты. Яғни, сондықтан осы жерлерде шатасып кетпеңіздер. Ауызекі сөйлеуімізде де байқайтын болсақ, бізде көбіне сөздеріміз өзгеріске ұшырап жатады. Біз оны байқамаймыз, ол қандай түрленіп тұру, көптік жалғауын жалғап тұрма, ол септік жалғауын жалғап тұрма деген сияқты. Сондықтан осылай қолмен жазып мән бере отырып қарасақ, біздің сөздеріміз түрленген кезде әртүрлі болып жасалады екен. Енді сол, осы, ол сілтеу есімдіктерін сіздерге көптік жалғауын жалғадым және септеп көрсеттім. Алтыншы тапсырма: өлең мен суреттің мазмұнын байланыстырыңдар дейді. Енді мен жалпы бір ауыз сөзбен жауап берейін. Сурет пен өлең бірлік пен ынтымақтастықты жырлайды. Бұл жерде енді бұл тапсырма жалпылау есімдігіне қатысты берілген. Өйткені бәріміз, барлық, күллі дегеніміз, күллі халық, барша жұрт дейтін болсақ, бүкіл ел, бүкіл халық, бүкіл ұлт деген бұл бізде жалпылау есімдігі. Жетінші тапсырма: желкендерге жазылған есімдіктерді құрамына қарай талдаңдар. Құрамына қарай талда дегеніміз, бұл бізде морфологиялық талдау жасаңдар. Яғни түбірін, жұрнағын, жалғауын ажыратыңдар деген. Оның барлығын мен сіздерге жеке-жеке ажыратып көрсеттім.
Сегізінші тапсырма, мәтін мазмұнын кестеге орналастырыңдар. Қайықтағы екеу бізде бірінші сөйлемге, қорқыныш екінші сөйлем, қатты дауыл мен мұз үшінші сөйлем, теңіздегі арпалыс төртінші сөйлемге жатады. Мәтіннен ауызекі сөйлеу тілі мен көркем әдебиет тіліне тән ерекшеліктерді тауып жазыңдар. Бірінші, ауызекі сөйлеу стиліне тән ерекшеліктер. Бұл жерде қысқа, қарапайым сөйлемдер қолданылады. Одан кейін қаратпа сөздер мен эмоционалды сөздер кездеседі, яғни көңіл күйді білдіретін сөздер, мысалға иә құдай, өзің сақта, сақтай көр деген сияқты. Одан кейін ауызекі сөйлеу мәнеріне жақын сөздер мен сөз тіркестері қолданылады, мысалға әлгінде ышқына қарады деген сияқты. Және белгілі бір жағдайды шынайы, табиғи жеткізу үшін қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері кездеседі, мысалға тас қып ұстап алып жабысып алды деген сияқты. Келесі бізде көркем әдебиет тіліне тән ерекшеліктерін көрсету керек болатын. Біріншіден, бейнелі сөздер, теңеулер қолданылады. Мысалға, теңіз үстінің дауылы тіпті әлемет деген, бұл жерде дауылдың күшін ерекше сипаттау үшін қолданған. Одан кейін метафоралар мен эпитеттері. Үйдей толқындар, теңеулер, мысалы үйдей деген теңеу, қаптай соққан қара дауыл деген, бұл жерде мысалға метафора. Автордың суреттеу тәсілі арқылы оқырманға оқиғаны сезіндіру беріледі. Мысалы, Жалмұраттың толқындары су бетіне ереуілдеп ойнап шығады деген, бұл жерде толқындардың қозғалысын суреттеп тұр. Енді әдебиет тілімен айтқан кезде бұл жерде гипербола қолданылып, кейіптеу қолданылып тұр. Жансыз нәрсені жанды қылып көрсету. Одан кейін кейіпкердің жан дүниесін ашатын баяндау көрсетілген. Мысалы, қайда қараса да қара жер көрінбейді деген, бұл жерде кейіпкердің ішкі қорқыныш сезімін білдіреді. Келесі бізде мәтіннен есімдіктерді теріп жазыңдар дейді, яғни есімдіктер берілген, есімдіктерді табамыз, сол есімдіктердің мағыналық тобына қандай есімдікке жатады соны анықтаймыз, сұрақ қоямыз, және де құрамына қарай, яғни морфологиялық талдау жасайтын боламыз. Оның барлығын сіздерге мен кестеге көрсеттім. Мысалға, мәтіндегі есімдіктер қатарында мына, бұлар, бұл, оны деген сілтеу есімдіктері көбіне кездесті. Оның сұрақтары қай, кімдер, кім, нені болса, одан кейін морфологиялық талдау әрі қарай сіздерге көрсетілді. 9-шы тапсырма, берілген сөздердің өлеңде қандай мағынада қолданылғанын табыңдар. Мына деген сөз бізде сілтеу есімдігі, осы нақтылау болса, анау-мынау жинақтау мағынасында қолданылған. 10-шы тапсырма, есімдіктерді пайдаланып өлең мазмұнын қара сөзбен жазыңдар. Бұл тапсырманы орындайтын кезде міндетті түрде кітапты қасымызға алып отырамыз, өлеңді оқимыз, өлеңде не түсіндік, соның барлығын салыстырмалы түрде жазатын боламыз. Теңізге қараған адам оның шексіздігін, кеңдігін сезінеді. Ол аспан мен жердің арасындай алыс болып көрінеді. Бұл жерде ешқандай жамандық, кінә немесе шектеу жоқ. Мұнда көптеген бақыт пен асқақ армандар орын алған. Ол ерлік пен қасиеттілікті білдіреді. Оған қиындық пен қайғы да жат емес. Нағыз теңіздің қандай екенін түсіну үлкен даналық пен құрметті талап етеді. 11-ші тапсырма, тыңдалым және оқылым мәтіндерін, түрлі ақпарат көздерін пайдаланып, Арал теңізі тақырыбында ойларыңды жинақтап эссе жазыңдар. Арал теңізі табиғаттың бізге берген керемет сыйы, бірақ бүгінгі таңда ол экологиялық апат аймағына айналды. Кезінде әлемдегі 4-ші ірі көл болған Арал теңізі бүгінде тартылып тұзды шөлге айналуда. Бұл мәселенің себептері адамның табиғатқа немқұрайлы қарауы, суды ретсіз пайдалану және климаттың өзгеруі. Өткен ғасырдың ортасында суармалы егіншіліктің қарқынды дамуы Аралдың түбіне жетті. Амудария мен Сырдария өзендерінің суы ауыл шаруашылығына шамадан тыс пайдаланылды. Нәтижесінде теңізге жететін су көлемі азайды, ал булану процесі жылдамдай түсті. Осылайша теңіз біртіндеп тартылып, экологиялық апат басталды. Дегенмен бұл жағдайды жақсарту үшін түрлі шаралар қабылдануда. Солардың бірі Кіші Аралды сақтау жобасы. Көкарал бөгеті салынғаннан кейін теңіз деңгейі аздап көтеріліп, аймақтағы балық шаруашылығы қайта жанданды. Бұл табиғатты қалпына келтірудің мүмкін екенін көрсететін маңызды қадам. Арал теңізінің тағдыры адамзатқа үлкен сабақ. Табиғаттың тепе-теңдігін сақтау әрбіріміздің міндетіміз. Егер суды үнемді пайдаланып, экологиялық жауапкершілігімізді арттырсақ, Аралды болашақ ұрпаққа аманат етіп жеткізе аламыз.